Ауылдардың барлығы жойылады, ал олардың жерлері агрохолдингтарға беріледі. Қазақстандағы мал шаруашылығының болашағы. Негізі нарықтық экономикада өзінің минусы бар. Яғни бүкіл мемлекеттер бір-бірімен тығыз байланысты. Бір мемлекетте кризис орын алса, қысқа мерзімде ол кризис басқа мемлекеттерге де тарап, цепной реакция басталады. Яғни барлық мемлекеттерде дүниежүзілік кризис басталады. Ондай кризис 2008 жылы ақш-тан басталды, және ақш-та оны ұлы депрессия деп аталған. Және бұл кризиста қала адамдары жұмыстарынан айырылып, ақшалары құнсызданып, кедейлене бастаса, аграрлық және фермерлік шаруашылықтар олар керісінше байи бастайды. Қазіргі таңда ақш-тың көптеген экономистері болашақта 2008 жылы болған дүниежүзілік кризис қайта басталады, және бұл одан да үлкен кризис болады деп болжап отыр. Және де байқап отырсаңыздар, Microsoft'ты құрған Билл Гейтс, яғни IT сферінің олигархы, ақш-тың ең үлкен аграрына айналып кетті. Яғни олигархтар кризис кезінде тамақтың рөлі күшейе түсетіндігін біледі. Кімнің қолында тамақ, соның қолында ақша және билік. Қазақстанның ақырғы кезеңдегі саясатына қарасаң, көп кооперация желі сөйлеп кетті. Сонымен қоса мал шаруашылығына қатысты заңнамалар күшейте түсілді. Соның барлығынан түсінетіміз бірақ зат, Қазақстанның мал шаруашылығы болашақта қазіргі тұрғыдай болмайды. Ауылдардың барлығы жойылады, ал олардың жерлері агрохолдингтарға беріледі. Мұндай жағдайда кішігірім шаруашылықтар тек кооперация арқылы мал шаруашылығын ұстап қала алады. Яғни бірнеше кішігірім шаруашылықтар бір кооперацияға бірігу керек, және өздерінің забойный пункттарын құру керек, өздерінің логистикасын құрастыру керек, толыққанды фермерлік іспен айналысатын жүйені құрастыру керек.